жалпы мен тағы да айтайын. Енді күні кеше салынған үй. Бірінші қалыптастырған кезде бірінші тұрғын үй салынады. Тұрғын үй салынғаннан кейін, сол жерде халық қоныстанғаннан кейін қажетті инфрақұрылым пайда болады. Артынша балабақша салынады, мектеп салынады. Қазір таңда мектептер бар айналасында. Егер де оның қажеттілігі бар болса, біз қарап шығайық. Қосымша жалпы сол жерде жоспар бойынша мектептің орнында қарастырылған. Келешекте мектепті де салатын боламыз. Тұрғын үй сапасы бойынша жаңадан берілген үй, о жерде 5 жылдық гарантиясы бар. Міне қала әкімі айтып отыр, бәрін қарап зерделеп, сол жерде біз мердігерге тиісті шара көріп, ретке бәрін келтіретін боламыз. Оны түсіністікпен қарайық. Мысалы, сол үйлерді біз тапсырған кезде, сол жерде кілт таратқан кезде, мен халықтың бәріне айтқам, барын жасылап қарап алыңыздар. Міне мердігер тұр. Егерде келіспейтін бір мәселелеріңіз болса, осында тез арада ретке келтіріп алайық. Ертең мердігер кеткеннен кейін артынан жүгіріп жүрмейік. Соны да қараңыздар. Болды, ешқандай сұрағымыз жоқ, бәрі керемет деп бір ауыздан сол кезде айттыңыздар. Енді осындай жағдай орын алып жатса, нақты қарап шығамыз. Мердігер, о жерде біздің Түркістан облысына жұмыс жасап жүрген мердігерлер, бәрінің жағдайы дұрыс, оның ертең банкрот болып кететін мердігер жоқ о жерде. Сондықтан бәрін ретке келтіріп береді тез арада. Құрметті